Виртуалдуу өмүргө тайтайлап баскан кезим әлі эсимде. Әкем мен анам маған планшет сыйлап еді. Содан күні бойы мультик көріп, ойын ойнайтын болдым. Маған бұл цифрлы әлем күшті болып көрінетін. Бірақ өсе келе, бұл жарқын әлемнің де көлеңкелі тұстары барын аңғардым. Желіге байланған соң, адаммен араласудан қалады екенсің. Мұнда да біреуді біреу жәбірлеп, троллинг, хейтинг жасауы мүмкін. Бейтаныс адамдар аңдып, қорқытуы мүмкін. Бұл жерде өзіңді алдап, арбап, сенімге кіретін қаскөйлер бар. Қатыгез контент пен фейктерге тап болуың мүмкін. Экран сені қорғайды дейтін шығарсың. Мысалы, бір күмәнді сайтқа кірдің де. Бұл рұқсат етілмеген жерде жолды кесіп өткенмен бірдей. Анониммен чатта сөйлестің бе? Онда көшедегі бөгде адаммен сөйлескеніңді елестет. Желідегі бейтаныс адам кәдімгі өмірдегідей қауіпті болуы мүмкін. Біреуге зәрлі пікір жазғаның, оны көзбе-көз қорлағанмен пара-пар. Желіде құпия сырыңды аштың ба? Онда танымайтын адамдарға бөлмеңнің есігін аштым деп ойла. Желідегі әрбір әрекетіңе өзің жауаптысың. Келіңдер, бәріміз бірге бір керемет, қауіпсіз цифрлық орта құрайық. Хитпен буллинг болмасын, е? Әрбір ник пен аваның артында кәдімгі адам тұрғанын ұмытпа. Дербес дерегіңді әрқашан қорғап жүр. Және ақпарат көзін үнемі тексер. Сонда ғана желі арқылы білім алып, достармен араласып, өзіңді дамытуға болады. Есіңде болсын, цифрлық қауіпсіздік жолдағы бағдаршам секілді. Ол барда бәрі түсінікті, әрі қауіпсіз. Кибертұмар, балаларды цифрлық ортада қорғайық.